Балалығы Қиғаш өзені бойында өткен Ерсайын Уәлитханұлы сол күндердің боямасыз сәттерін еске оралту үшін Ақжайық жағасына келіп, ойлар шетегін ерет. Сол бір сағым жылдардың елесі қашықта қалса да, көңілден өшпес сәттері әлі де сағыныш болып көкейіне қонақтайды. Ағынды өзенге сән берген ескекті қайықтар, жағалауда жалаңаяқ асыр салған баянды балалық қызықтары. Балам, сабағыңды жақсы оқы, өркенді болашақ білімді адаммен серіктес болады деген Уәлитхан әке сөзі жайықты жанай ұшқан шағалалар үнімен бірге жаңғырып құлағына жетті. Қиядағы Қиғаштан басталған жол асыл армандар мен жеңісі басым жетістіктерге ұласып жатты. Алматыдағы Абай атындағы білім мен ғылымның қара шаңырағы Қазақтың педагогикалық институтының математика факультетінде оқып, ойдағыдай аяқтауы оның жас өміріндегі тағдыр мен таразының теңескен сәті болатынды. Ол өз өмірдің бақыт кілтінің сол күні ашылғанын, бозбала болса да ой жүйесімен еркін сезін. 1971 жылы еңбек эстафетасын бастаған сол кездегі Гурьев педагогикалық институты жас маманның шәкірттерімен қауышып, өз білімін шыңдай түсуіне кеңінен жол ашты. Математика ғылымының тереңдегі сырларына деген құштарлық оянып, осы саладағы алғашқы пайымдарын тәжірибеге ұластыра бастады. 20 жыл бойы осы институтта ұстаздық етіп, доцент атағын иеленген Ихсанов ұстаз 1991 жылы Атырау мұнай және газ институтындағы жоғарғы математика және есептеу техникасы кафедрасының меңгерушісі қызметіне шақырылып, білім мен ілім жолындағы ізденісті тәжірибесін кемелдендіре түсті. Сонау жаугершілік заманда ақын, жүрегі жалын батыр Махамбет, ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шолмай, ерлердің ісі бітерме десе дегендейін. Жаңа дәуірдің ереулі аты білімде, егеулі найзасы еңбек екендігін жүрегімен сезінген Ерсайын тұлға алға қарай адымдай түсті. Еліміз егемендік алып, республикамызда жоғарғы оқу орындары көбінен ашыла бастаған тұста, іскерлік қабілетімен, терең білімімен танымал Ерсайын Ихсанов УНАТ институты Атырау филиалының директоры, кейіннен Атырау инженерлік гуманитарлық институтының ректоры қызметіне тағайындалғанын естіген атыраулық зиялы қауымның аға өкілдері бұл азаматтың оқу орнын өрге бастыратынына күмәніміз жоқ. Іскер де ізетті жігіт. Жастармен осындай адамдар жұмыс істеу керек деп аразы болғандары әлі де санамызда. Ректордың бірден бір ұстанымы басқара білу адамның айрықша талантты қасиеттерінің жиынтығы ғана емес, 21 ғасыр тәжірибесі көрсеткеніндей, басқаруда менеджменттің алдыңғы қатарлы технологиясын қолдана білумен ерекшеленеді. Бұрын ешқандай базасы болмаған оқу ордасының шаңырағын тіктеу, жоқтан барды құрау жолында тынымсыз еңбектің ортасында болған ізденімпаз ректордың еңбегі арқылы институт пен оның жанындағы колледж ғимараттары бой түзеді. Институт босағасына жүрексініп кірген абитуриенттер араға жылдар салып, мұнайлы өлкенің тынымсыз тірлігіне белсендікпен араласып жатты. Ұстаз жүрегінің қалауы да, мақсаты да осы болатынды. Жасындай жарқыраған жігері мен алмас қылыштай өткір рухының қуаты мен білек сыбанып, білімін тереңдетуден жалықпаған Ерсайын Уәлитханұлы бүгінде даналықтың даңғылынан көрінген қазақстандық
көрнекті ғалым. Өзі бітірген атақты қазақтың педагогикалық институтының аспирантурасының күндізгі бөліміне түсіп, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер саласын таңдаған жас ғалым ғылыми ізденістердің нәтижесінде 1990 жылы динамикалық симметриялы спутниктің жер серігінің конустық прецессиясынан туындайтын периодтық қозғалыстар тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. Бұл диссертацияның Ломоносов атындағы мемлекеттік университеті, Орджоникидзе атындағы Мәскеу авиация институты, КСРО ғылым академиясының теориялық астрономия институттары қабырғасында атақтары әлемге әйгілі ғалымдар, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты профессор Евгений Гребниковтың және профессор Андрей Соколовскийдің ғылыми жетекшілігімен өткізілуінің өзі Ихсановтың жай ғана ғалымдар санатынан емес екендігін ашық айқындап берді. Мұндай орталықтарда ғылыми жұмыстар жүргізу әр жас ғалымның пешенесіне жазыла бермейтін бақыт екені айқын. 2005 жылы аспан механикасының жаңа модельдеріндегі Ляпинов бойынша орнықтылық мәселесі бойынша докторлық диссертациясын қорғап, физика-математика ғылымдарының докторы атанса, 2007 жылы жоғарғы аттестациялық комиссияның шешімімен қазақ елінің білікті ғалымына математика профессоры ғылыми атағы берілді. Математика профессоры Ерсайын Уәлитханұлының ғылыми зерттеулеріндегі іргелі нәтижелер туралы халықаралық және республикалық ғылыми басылымдарда 14 ғылыми мақаласы, 4 ғылыми монографиясы жарияланды. Оның жетекшілігімен өз ғылыми бағытында докторлық және магистрлік жұмыстар даярлау жүзеге асырылды. Тұлғалар тағылымын жас ұрпақ тәрбиесіне кеңінен пайдалануды мақсат тұтқан ғалымның еңбегі жоғары бағаланып, ол 2007 жылы әйгілі Оксфордтың ғылымдағы ерекше нәтижелері үшін Сократ атындағы медалмен аталып өтілді. 2013 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын иеленсе, 2020 жылы құрмет орденімен марапатталды. Бірнеше мәрте облыстық мәслихаттың депутаты болып сайланып, ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайын, түйіні шешілмеген сұраныстарын орындау жолындағы белсенділіктері ескеріліп, халық қалаулысына Қазақстанның құрметті депутаты атағы берілді. Ол туған өлкесі Атырау облысының құрметті азаматы. Ұстаздығы ұшталған, ғылымның сан салалы соқпағынан өз жолын тапқан Ерсайын Ихсанов 2020 жылы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 2024 жылы толық мүшесі, академигі болып сайлануы барша қазақ ғалымдарының аудиториясын зор қуанышқа бөледі. Бұған дейін ол 2008 жылы Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының, 2011 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының академигі болып сайланған еді. Ерсайын ұстаз, Ерсайын ғалым, Ерсайын азамат, шәкәрім қажының, өмірдің өкінбейтін барайласы, ол айла қиянатсыз ой тазасы, мейірім инсап әділет адал еңбек, таза жүрек, тату дос сол шарасы деген парасатты өлеңін өмірінің темірқазығына айналдыра жүріп, өз шаңырағында шадыманды шаттыққа бөлеп келеді. Талабы таудай ғалымның жанында жүріп, сарабдал көңілмен, зерек ақылмен, ғашықтық ғаламатына бөленген Жәмила Садық қызының да білім бұлағының тереңіне ұмтылысы, қос ғалымның жұптаса ғұмыр дария сомдауына жол ашты. Қазақстан Республикасы білім берушінің құрметті қызметкері, Қазақстан ғылымын дамытуға сіңірген еңбек үшін төсбелгілерінің иегері, 50 жыл бойы ұстаздық жылдары Халел Досмұхамбетов атындағы
Атырау университетінің педагогикалық факультетінің аға оқытушысы, факультет деканының орынбасары, сырттай оқу факультетінің деканының орынбасары, кандидаттық диссертация қорғау жөніндегі өңірлік диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, 2001-2024 жылдары Атырау инженерлік гуманитарлық институтының оқу істері жөніндегі проректоры сынды қызметтерімен жалғаса түседі. Педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Германия Дюссельдорф қаласындағы инновациялық білім беру орталығының педагогика профессоры атақтарының иегері Жамилаш Хасанова жерлестері үшін жан пердесін айқара ашқан адамдығымен сыйлы әрі абыройлы болып қала бермек. Биылғы жылы күні күлімдеп, жылы леппен жеткен сары күзбен лесе келген 75 жасын сергек қарсылаған ғалым аға өз үшін пір саналатын Қаныш Сәтбаев ескерткішіне келіп, ежелгі әдетімен тағзым жасауды ұмытпады. Түйсігімен тіл қатып, ақыл ойдан жүк түйіп, теңіздейін телегей, желдігіні желкенсіз, жеке жүзген, кемедей алып жанның артынан ерген, ұлтымыздың жас ұрпақтары қатары серемес екен деп тіледі. Өз бақытын өзі сомдаған тұлға, Ақжайықтың самалалы тынысымен алға қарай ширақ адымдап барады. Осы сәтте жағалаудағы үн аспабынан ағалары мәні есіле шырқалып жатты. Құшағы оттай ыстық сахарадай, көңілі алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем айден